Баршаңызға сәлем алейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге духовкасы дайындалатын өте оңай пломбир тортын дайындаймыз. Және де креміне ешқандай да сливки керек емес, барлығы қолжетімді заттардан жасалады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды саламыз, үстіне сары май саламыз. Мендегі сары май бөлме температурасында тұрғандықтан өте жұмсақ, осылай қолмен ғана ұнтақталады. Егер де сіздерде сары майларыңыз қатып тұрған болса, үккіштің көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Енді осы сары маймен ұнды қолымыздың көмегімен крошкалар, яғни ұнтақтар жасап дайындап шығамыз. Екі қоспамыз бізде толықтай бірікті. Енді біз үстіне қантымызды саламыз, қайтадан жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізде бұл торта жасауға духовка мүлдем қолданбаймыз. Тек осы дайын болған крошкамызды қазір табада қуырып алатын боламыз. Табаны ең бірінші максималды оттың қызуында қыздырып аламын, ешқандай да түбіне май қоспаймын. Осы құрақ табаға ұнтағымызды салып, максималды оттың қызуымен де 9-7-ге қойып қуырып алатын боламын. Шамамен 10-12 минутта біздің крошкаларымыз дайын болады. Басында араластыру барысында кішкене бізде крошкалар үлкен болып жиналуы мүмкін, бірақ та сіздер араластырған сайын біздің ұнтақтарымыз міне осылай ұсақталады. Біздің крошкамыз да дайын болып қалды. Қазір сіздерге жақындап көрсетейін қандай болғанын. Міне бізде осындай ұнтақ дайын болу керек. Енді біз осы крошкаларымызды басқа салқындатуға ыдысқа салып аламыз. Біздің крошкаларымыз салқындағанға дейін енді кремімізді дайындайтын боламыз. Кремге ешқандай да сливки қолданбаймыз, барлығы қолжетімді заттардан жасалады. Жұмыртқа саламыз, қант саламыз, және де сары май салып, үстіне қаймақ саламыз. Және де жүгері крахмалы, яғни кукурузный крахмал қосамыз. Оны ұнмен де алмастырсаңыздар болады. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мен бірден барлығын осы кастрюльге салып жатырмыз, себебі біз қазір осы кремді қайнататын боламыз. Міне жақсылап тұрып, біркелкі масса болғанға дейін араластырып алыңыздар. Енді қазір мен осы кремді плитама қойып, оттың үстіне қойып, яғни араластырамыз. Қайнағанға дейін негізі қолдану керек, қатты қайнатпаймыз, орташа отта жасаймыз барлығын. Және де міндетті түрде осы кремді дайындаған кезде плитадан алыстамай осы венчикпен араластырып тұру керек, әйтпесе түбі жабысып қалуы мүмкін. Бізде қараңыздар, менде крем шамамен 10-11 минутта дайын болды. Осылайынан қою болғанға дейін араластырасыздар. Қазірге жақындатып көрсетейін. Қараңыздар, түбі ешқандай да жабыспаған. Осылайынан қою болғанға дейін кремімізді дайындап аламыз. Креміміз дайын, салқындағанға дейін крем. Біз крошкамызды осылай үстінен басамыз. Қазір теңдей 4 бөлікке бөліп алу керек болады. Осылай 4 бөлікке бөлемін, яғни менде 4 қабат болады. Және де ортаңғы бөлігін салып қаламын. Ортаңғы бөлігін мен үстіне әсемдеуге қолданатын боламын. Енді торты жинауға кірісеміз. Ол үшін 20 сантиметрлік форманы қолданамын, мен кольцо қолданып жатырмын. Ең бірінші қабатына крошкамызды саламыз. Қасықтың көмегімен міндетті түрде қатты басып аламыз. Келесі кезекте крем саламыз. Креміміз біздің сәл салқындап қалды. Өте қатты салқындатпаймыз, жылы күйінде қолдану керек. Әйтпесе жағуға қиын болады. Шамамен 4 ас қасықтай крем салдым. Одан кейін қайтадан үстіне крошка саламыз. Одан кейін крем. Тура осы әдіс бойынша барлық креміміз және де коржымыз аяқталғанға дейін жинап шығамыз. Ең үстіңгі бөлігіне біз осылай крошка сеуіп басып шығамыз. Салқын жерге 8 сағатқа қойып қойдым кем дегенде. Одан кейін 8 сағат уақыт өткеннен кейін қараңыздар, тортымызды алып шығамыз. Ешқандай да үгітілмейді, осылай қолмен ғана өзіміздің ыдысқа орналастырып алсақ болады. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Көріп тұрғандарыңызға өте оңай жасалады, шашылмайды, ұнтақталмайды, өте дәмді торт болып шығады. Ең бастысы қолжетімді заттардан дайындалады. Егер де видео ұнаса, каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде каналыма шыққан жаңа рецепті ең бірінші болып көретін боласыздар. Келесі кездескенше.